Бахтия атындағы номер 3 орта мектебінде Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толуына 30 жұлдызды күн аясында өткізілген іс-шаралармен таныстырамыз. Жастар міндеттерін жүзеге асыруда. Жастардың бойында отаншылдық іскерлік жауапкершілік қасиеттерін қалыптастыруда, үлкен жұмыс жасауда қосқан үлесі үшін мектебіміздің 30 көшбасшысы алғыс хатпен марапатталды. Марапатты мектеп директоры Бабаханов Шерзат Айсажанович тапсырды. Бүгінгі Қазақстанның тәуелсіздік күніне арналған, сондай-ақ жас азаматтарды еліміздің нағыз патриоттары, өзгерістерден қаймықпайтын, еңбекқұмар, білімге құштар, өзін-өзі жетілдіруге үнемі ұмтылатын, өршіл, қайсар етіп тәрбиелеуді, дәстүрімізді, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарымызды қастерлейтін, рухани дүниесі кең тұлғаны қалыптастыруды көздейтін бірыңғай жас ұлан, жас қыран балалар мен жасөспірімдер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігінің қатарына мектеп оқушыларын қабылдау рәсіміне арналған салтанатты жиын өткізілді. Жиында мектебіміздің үздік, белсенді оқушылары ұйым мүшелігіне қабылданды.